Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз қазір арифметикалық прогрессияға мынандай бір есеп қарастыратын боламыз. -5 пен 7 сандарының арасына 3 сан орналастыру керек. Пайда болған сандар тізбегі арифметикалық прогрессия болатындай. Қазір мына -5 пенен 7-нің арасына 1, 2, 3 сан орналастыруымыз керек. Шыққан тізбек арифметикалық прогрессия болатындай. Ендеше a-5 бұл бірінші мүшесі деген сөз. 7 дегеніміз мұнда a2, a3, a4 сандарын орналастыратын болсақ, яғни бізде 5-ші мүшесі болып тұр деген сөз. Ендеше біз бұлай жаза аламыз. Бірінші мүшесі -5-ге тең, 5-ші мүшесі 7-ге тең болса, онда айырмасын табуымызға болады. Айырмасын табу үшін d-ні біз кез келген соңғы мүшесімен 7-ден алдыңғы мүшесін азайтып, олардың реттік номерлерінің айырмасына бөлсек болады. 5-тен аламыз 1-ді. Мына жер 12, 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады. Немесе біз d-ні a5-ші мүшесі арқылы да тапсақ болады. a5-ші мүше бұл бізде a1 қосылған n-1, яғни 4d болады. Осы жерде a5-тің орнына 7-ні қойып, қосылған 4d, 4d тең 12, d тең 3 деп мына тәсілмен табуға болады. Бізде d табылғаннан кейін енді мүшелерді d-ні қосу арқылы тапсақ болады екен. -5-ке 3-ті қосамыз, бұл бізде -5-ке 3-ті қоссақ -2, -2-ге 3-ті қоссақ 1, 1-ге 3-ті қосатын болсақ 4, бұдай кейінгі сан 7. Ендеше біздегі іздеп отырған сандарымыз мына -2, 1 және 4 болады екен. Егер парақшам пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпа.